Оқушылар, бізде келесі есеп 19-ға 7-ші есеп. Есептің берілгенін жазып қояйық. Синус 2х азайтылған пи бөлінген 3 тең болады. Біраз 3 бөлінген 2 деген теңдеу берілген. Бұл теңдеуді біз қалай шығарамыз? Синустың астында мына аргументте тұрған өрнектің барлығын теңдеудің сол жағына қалдырамыз. Одан кейін синус х тең болады. Біраз 3 бөлінген 2 теңдеуінің жалпы шешімі мынандай түрде болады. Минус 1 n дәрежесі арк синус біраз 3 бөлінген 2 қосылған пи n болады немесе. Бұндағы n бізде тиісті z-ге. Әрі қарай x азайтылған пи бөлінген 3 тең минус 1 n дәрежесі арк синусты біраз 3 бөлінген 2 ол бізде оқушылар 60 градус, яғни ол пи бөлінген 3-ге тең. Қосылған пи n. n бізде тиісті z-ге. Әрі қарай не істейміз? Бізге мына жерде x-тің өзі қалу керек. Ал қасында тұрған көбейткіштер, мына жерде қосылып тұрған болсын барлығын біз теңдіктің оң жағына көшіреміз. Ең алдымен мына жерде минус пи бөлінген 3-тен құтылу үшін біз екі жағында пи бөлінген 3-ге қосамыз. Немесе мына былайша айтады, жазылып тұрған минус пи бөлінген 3-ті плюс етіп мына теңдіктің оң жағына көшіреміз деп айтамыз. Тең пи бөлінген 3 қосылған тағы да пи бөлінген 3 қосылған пи n тиісті z-ге. Ал енді 2х яғни x-ның өзі алу үшін не істейміз? Теңдіктің екі жағында біз бөлеміз 2-ге. Сонда бізде шығады x тең минус 1 n дәрежесі пи бөлінген 3-ті 2-ге бөлетін болсаң пи бөлінген 6 шығады. Қосылған пи бөлінген 3-ті 2-ге пи бөлінген 6 қосылған пи n бөлінген 2 деген жауап шықты мінекей. Екіншісі косинус минус 3х тең болады 2-ден бірасты 2-ге. Дәл соған косинустың астына өрнек бізде x ретінде қалай береді минус 3х-ті. Косинус x тең бірасты 2 бөлінген 2 теңдеудің шешімі бізде мынандай түрде болады. Плюс минус арк косинус бірасты 2 бөлінген 2 қосылған 2 пи n. n бізде тиісті z-ге. Минус 3х тең плюс минус арк косинус бірасты 2 бөлінген 2 әрине ол бізде пи бөлінген 4 қосылған 2 пи n. Бұнда бізде n тиісті z-ге. X-ның өзін табу үшін не істейміз? Теңдіктің екі жағында минус 3-ке бөлеміз оқушылар. Сонда плюс минус пиді бөлінген 4-ті бөлеміз минус 3-ке. Пи бөлінген 12 болады. Минус болғанмен плюс болғанмен арасында ешқандай айырмашылық жоқ, себебі біз алдынан плюс минус жазып кеттік. Азайтылған 3-тен 2 пи n. Жердегі n бізде тиісті z-ге оқушылар. Несі үшінші есеп тура осылай. Синус 2x минус 2 тең минус 1 бөлінген 2. Егер синустың астына өрнектің барлығын x-ке теңестіріп мына қалдырамыз. Тең синус минус 2-ден 1-дің шешімі минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі болатын еді, себебі минустан құтылу үшін біз n-ге 1 дәреже қосамыз. Арк синус 2-ден 1 қосылған пи n. n тиісті z-ге. Әрі қарай 2x минус 2 тең болады минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі. Арк синус 2-ден 1 ол бізде 30 градусқа тең, сонда пи бөлінген 6 болады. Қосылған пи n. n бізде тиісті z-ге. Ал енді маған мына жердегі міндетті түрде x-тің өзі керек болған, мына қасында тұрған сананың барлығын теңдіктің оң жағына көшіреміз. Мына жерде рашан сыртында 2-ні теңдіктің оң жағына көшірсек, әрине біз екі жағында біз бөлуіміз керек, 2-ге. Сонда x минус 2 қалады. Тең минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі. Бөлсек пи бөлінген 12 болады. Әрі қарай пи n-ді 2-ге бөлеміз. n бізде тиісті z-ге. Енді x-тің өзі керек болғандықтан мына 2-ні мына жаққа қосамыз. Сонда минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 12 қосылған 2 қосылған 2-ден пи n деген жауап шығатындар n бізде тиісті болады екен z-ге. Есеп оқушылар аяқталды.